Давай так, ат, ё-моё, мынау не істеп жатыр, ё-моё, авпны мынаған кім беріп қойған, көзі соқыр, қол қисық біреуге, ё-моё, мынау қуамы. Мыналармен ойнағанша ойнамаған дұрыс қой. Мен мына CS:GO-ны удалить етіп тастаймын, так ноутбукты жауып қоймасын. Шаршап кеттім ғой, еще мына жақта дейтін. Бүгін что-то менің жаман ашуым келіп тұр бар ғой. Кәдімгідей мына жақта ноутбук, еще ана жақта грядкалар жиналмаған, еще мына жақта дейтін бізде мына жителер дейтін көшеде жүр дейтін, аналай мусор етіп жүр, анан қараңдаршы, ё-моё. В общем, бір жақпайтындай болып кетті. Кішкене сырттарды қарап келіп не алмаса, мына жақтарда ауылда не болып жатыр екен бәрін қарап көрмесем, мына жақтарда бізде дейтін магазин ашылып жатыр екен, базар жағы. Так, ё-моё, не дауыс шықты мына жаққа, жаңа машинаң дауыс шыққандай болды. Так, барып қарайық. Так, ё-моё, житель. Житель, сен не істегенсің? Мен житель емеспін ғой, мен мэрмін ғой. Мэр? Сен мэрмін деп білген істейсің ба не сонда? Так, тұра тұршы, қазір 1 минут камерамды алып қосып жіберейінші. Так, барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Ермұхан достар. В общем, мен дейтін үйден шығып сыртты көшені аралап жүрген кезде мына мэр дейтін, бір топас дейтін бар ғой. Менің үйіме мынандай маншасымен кіріп қойсын. Сен жап аузыңды, ё-моё, мынауың достар офигевші екен ғой. Қазір бұған көрсетейші, қазір бұндайға кімнің кім екен. Чё там ал, не деласың? Чё там ал, не деласың ал? Не деласың ал? Тоқта, пистолетті түсір. Сен пистолетіңді көтеріп алып, еще камераны қосып, сен заявщиксің ба не? Заявщик емеспін, конкретно сен менің үйіме кіріп тұрсың ғой, менің өзімнің 40 миллион изумрудқа сатып алған үйіме кіріп тұрсың ғой, сен қуасың ба, еще машинаң тұр. Так, в общем бар ғой мына үйді. Сен басың жасай ма, Басың жасай ма, мынау не мынау? Мен байқамай қалдым ғой. Сен қалай байқамайсың, мэрмін деп сен офигевшісің ба не, үйлердің бәрі, онда бәрінің үйіне кіріп шықсайшы, мэрмін деп сені халық сайлаған жоқ па, мэрмін деп? Тоқтай тұр. Маған дейді қазірші ақша берген жоқшы, негіз сен үйінді негіз жасап бергенге. Қазір ё-моё, ақша бәрі жоқ болып тұр. Сен үйінді жасат алмаймын бар ғой, не істеймін? Сен так, не істеймін дейсің ба? Так, мына үйді сен мэрсің сенде админнің заттары бар сенде админнің инвентарін аша аласың. Бірақ полицейскийлерге айтпай қойшы, сосын олар дейтін президентке короче мені мэрдан алып тастайды ғой, мен мэрді мен мэр. Президентскийге айтпай қой дейсің ба? Так, менде бір әдемі идея келіп тұр, в общем, мэр сен, житель, менің айтқаным дегендерім бәрін сен 24 сағат бойы жасайтын боласың. В общем, 24 сағат? 24 сағат. Болмаса атамы, атпасай болмаса. Давай, чет. Ана житель бұтына шықпау ғой. Қай житель, ё-моё, ана офигевші. Так, тұра тұр. Давай сен, болды 24 сағат мен айтқанымды орындайсың. Давай алдыма түс, давай, в общем, жүр. Кел. В общем, мына грядканы тазала, бол. Так, давай алдыма түс, мынаның тазала мына нені. Давай грядканы тазала, сен офигевші екенсің. Давай, бол. 3-кен сайын 1, 2. Мынау сенің ағаң. Давай, атам 1, 2. Давай, тазала, давай. Давай. Осы. Давай, болсай сен әңгімен көп көйіп тұрсың. Давай, тазала. Жұмыс істесен, еще менің үйімді қағасың, еще жұмыс істемеймін дейсің. В общем, сен менің 24 сағат құлым боласың ғой. Түсіндің ғой, Давай, істе, давай. Түсінесің сен, давай, жинамаң бәрін, тазала, давай. 24 сағат өткеннен кейін сені ауылдан қуып жібермесем? Қуа алмайсың сен, мен конкретно. Бұл кезде милиция шақырам, ал не істейсің, ал, чё там? Давай, бол, давай, давай, тез істе, давай, мен. Сен не жай істеп жатсың, еще адам үйіне алсын. Давай, қайттан ек ананы орында. Бұлар теспей ақ қой, қайттан ек дейм саған. Ё-моё, достар, мынау дейтін, мына житель дейтін. В общем, мэр и еще біздің үйімізге кіріп деген үйлерді бұза береді екен, мына машинамен кіріп кетті. Праваны сатып алғансың ба, не қылғансың сен? Сен что-то түрің опасный бар ғой, сен бір парамен айналысатын сияқтысың ғой, бір что-то опасныйсың сен. Права керек емес қой, біз бір корочка көрсете саламыз. Сендер вообще офигевші екенсіңдер. Вот почему білесіңдер ма, не үшін 13-ші ауыл дамымайтын білесің ба? Себебі сендер сияқты коррупционерлер дофига бұл жақта. Давай, в общем, мына житель, мына житель офигевші екен, бұл да істеп жатыр. В общем, давай, алдыма түс житель, давай, ары қарап жүр, давай, жүр. Давай, алдыма түс, давай, оңға, кішкене ана аттарды көріп тұрсың ба?
ана аттарды көріп тұрсың ба оң жақта тұрған мына аттарды иә. в общем Жылқыларым мына ғой менің. иә в общем мына сенікі емес бұл менікі ендігіден былай так менікі ана көрдің ба давай короче мына аттың көтін Қума сен мына давай бәрін менікі ғой. давай мә аттың көтін жума бол Қуасың ба болды сен? сен ка пистолетпен ата салам сен офигевші екенсің Жұмсыма. давай мә Ешак. мә аттың көтін жу бол мә сен офигевшийсің ғой менің мынау- атымды ұрып мынау Е. мынау осыр жерді ғой, ё-моё. осырған жоқ давай бол давай аттың көтін жума давай Бір Мә. маған суға бірдеңе сен бермей. ұрып жатсың ғой ешек ұрмасай мә саған дұрыстап айтып жатырмын аттың көтін жу деп давай бол давай дұрыстап Аттың көтіңде не бар ол? Не тактың давай өшіп жусайшы алады давай болсайшы мә ана үстіңе ғой? мініп кетемін мә үстіңе секіремін қазір мә ихаха мә давай үстіңе Атта қойған, мә давай мә ана сен еще мен үйімді алып алып дейтін мә ана менің ақбоз атым көресің ба бұл менің ақбоз атым бұдан да офигевший мә сен қазір сөйт қара мә ана көрдің ба мә мынанікін жума давай бол давай мә маған көтін жума бол давай бұл сен офигевшийсің ба мә давай қазір тісін тазалатып қоямын ешек бол давай көтің жу, сен баса қақпай ма? мә давай болды үшкен сайын бір әдемі мені жумасаң мал атты жусай тупой сен мынау офигевший екенсің мә дұрыстап жу мә дұрыстап жу че то атқа ауырып жатыр ғой деймін кеттік давай саған басқа жұмыс давай жүр алдыма түс давай бұл в общем житель дейтін сен бар ғой қазір мен бар ғой осы соңғы кездері бар ғой өзіме бір әдемі бір машина алғым келіп жүрсе сенде админнің заттары бар ғой в общем маған бір әдемі бір машина тауып берсе сен маған жаңа бағанағы машинам уже бұзылып қалды ғой енді маған бір кішкене бір мотоцикл деу ма бір или андай бір джип деу ма или автобус деу ма сондай бірдеңе тауып берсей маған мен саған оны үйтіп бере алмаймын ғой. не қалай бере алмайсың сенде админ заттар бар ғой сенде Коррупционерсің ғой сен қайта сендер қайта сендер коррупционер жазалау керек білесің ба сен тупой екенсің ғой саған не мотоцикл беремін, сен бір олимпиадада бірінші оралып келдің ба? алдым мына сен білмейсің ба медалім көрсетейін ба міне мынандай алтын медалім бар көрдің ба алтын пистолетің ба? Ош медалім бар менің не ана жаққа түскің келіп тұр ма не шахта қазғың келіп тұр ма не шахта қазасың ба или маған машина қойып бересің ба давай қой мен мына магазинге барып сен мені тыңдап тұрсың ба өзі тупой тыңдап тұрмын тупой бергеле давай маған машина шығарып бер маған бол давай шықпайсың болды сені бұрышқа тақап аламын қазір тупой мал ешек тупой давай бол білесің ба ол машинаны шақыру үшін акиматтан адамдар келу керек акиматтан адамдар келу керек маған ол акиматтан адам келе ма келмей ма в общем маңызды емес сен тауып берсей маған бол давай саған в общем бар ғой қазір бар ғой денсаулығын қойып тастайсың либо машина қойып тастайсың ғой болмаса қазір сатып аламын мен машина болмаса тартып аламын давай мен саған қазір жүр короче әкеп беріп ол үшін дейтін біз президентке звондауымыз керек давай бол президентке звондайсың ба президенттен жоғары кім бар тағы Дональд Трампқа звондайсың ба соларға звондасай в общем сен дейтін давай бол Дональд Макдак бар Дональд Макдак давай звондасай бол давай үшкен сайын че там житель не істейтін болдың жарайды қазір дейтін саған мотоцикл әкелгіздіріп беремін президентке айтамын сенің звондайтын жерің қайда мен тұр так мына жақта қайда қойды ғой мен сендер офигевший екенсіңдер үйге де қыстырып тастай береді екенсің сендер нағыз коррупционер екенсіңдер президенттер мен осы мэр десе тупой мал ешак бәрін ғой так біз президентке звондайық 667 тұр Алло, президент чё там? Бәке қалайсыз? Жақсы өзің қалайсың? Жақсы. Сіз маған бір мотоцикл алып бере аласыз ба? Бізге просто да ауылымызға дейтін полицейский келген ғой, сол мотоцикл алып берейін деген. Жоқ, полицейский мотоцикл алады, олимпиада өтті ма не? Жоқ, анау бізде просто мына жақта көбісі машина алған ғой, соларды тоқтатқанға. Бұл түсінікті. В общем, қазір бір 15 минуттан кейін бір не келеді? Бір грузчик келеді, сол әкеп тастайды, в общем.
соны не қыласыңдар ма соны күтіп аласыңдар от давай. души, братан. Так, ё-моё, сен звондадың ба не? Не Иә, дейді? звондадым. Не дейді? Неше минуттан болады? Бастадым ғой мен. Неше минуттан болады? Қазір бір-екі сағатта алып келеді ғой. 1-2 сағаты офигевшийсың ба сен? 1-2 сағат емес, давай 15 минут, либо 10 минуттың ішінде әкеп таста, давай. Жарайды, онда мен қазір өзім алып келіп тастайын, сен Давай, мен үйге барам, мен әкемесең, в общем, менен мынадан шапалақ жейсің ғой Давай, менен, давай. В общем-то дейтін достарым, уже дейтін 23 сағат болып қалды, мына үйдің тұрысын қараңыздар, жема мына үйді де жөндетіп алу керек, бізге бар ғой. Қазір енді мопедіміз келсін, біздің короче дейтін бүгін дейтін мэрді барынша пайдаланып жатырық дейтін, в общем, өте тамаша. Мана жақтың бытын шапсаған болмаса, атак біраз жұмысını бітіріп тастадым, бағана грядканы жинадым, ана жақта аттың көтін жуғыздым, енді бір мопед болса, и болды уже 23 сағаттан асып бара жатыр, кәдімгідей уақыт дейтін зуылдап жатыр. Так, бізде анау не қайда екен, жаңа жительмер қайда екен? Жительмерді іздеп тауып алайық, біздің уже мопедіміз келіп қалатындай уақыт болып қалды ғой. Так, достар, что-то ана жақта мен жительді көріп тұрмын. Так, что-то ана жерде еще не тұр, грузчиктер. Так, барып біз көрейік, достар. В общем, біздің мопедіміз келген сияқты. В общем, бұл мопедпен мен дейтін бұйырса деген доставка істейін деп тұрмын ғой. Что там, житель, ема, офигевшийсың ғой сен? Что там, таптың ба мопед? Что там, мынау менің мопедім сияқты ғой, сен жаңа президенттің өзі саған жіберді ғой, саған алдырып қыздырып. Сен президентті қалай көндіріп жүрсің? Ема, президентті көндіретінде сен офигевший адам екенсің ғой, енді как-никак 13-ші ауыл дейтін бірінші орындады ғой, бүкіл ауылдардың қатарынан президент мен айтқанымды тыңдайды ғой. Болды, что-то мына грузчикке, в общем, пошел вон, давайте, ема, менің тап-таза мопедім жанына түрмеге қойсын, давай. Грузчик, алып келгенде рахмет, все, давай қайта берсем болады, Ема, четкий ғой мопед дейтін. давай еріп қой, онда болды ғой, питак сағып қой, короче дейтін. Все, давай, болды, мен саған не қылдым. Ырзам, мопедың от души, в общем, сен барып ана үйді жөндесең, енді сол болды ғой, в общем, президентке де бірден айтып ана жөндет. Мен осы жерден подписчиктермен давайлас, в общем, қоштасайын, сен бара бер бар. В общем, сен боссың, давай. Так, в общем, дейтін достар, біз 24 сағат бойы дейтін ана жительді пайдаланған болатынбыз. Ё-моё, достар, бір жағынан дейтін мен кішкене аяп кеттім, ананы бар ғой. Не деген андай аттың көтін жуысып қойған кезде вообще түрі дейтін бачит болып кетті. Не дейміз енді, бірақ зато мопед алып алдық, достар. Так. Достар, сіздерге бүгінгі видеоролик ұнады деген ойдамын. Әрине, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ермұхан. Келесі кездескенше сау болыңыздар.